Түркістан облысында отбасын қолдау орталығы құрылды. Бұл бастама мемлекет басшысының былтырғы жолдауында белгіленген тапсырмаларды жүзеге асыруға негізделді. Отбасы саясатын жүйелі жүргізуге арналған орталық әлеуметтік осал топтағы азаматтарға қандай қызмет көрсетеді? Тілшіміз біліп қайтты, зер салайық. Шолаққорған ауылының тұрғыны Сандуғаш Байтуарова ішімдікке салынған күйеуінен әбден зәбір көрген. Қорлыққа төзе-төзе шаңырағымнан шаттық, үйімнен береке кетті дейді 5 баланың анасы. Ақыры амалы таусылған келіншек осы орталыққа келіп қолдау тапқанын айтады. Бала-шағама мамандардың көмегі керек болды. Сол себептен жүгініп келдім. Өзіме де психологиялық көмек керек болды. Сол жағынан да жүгіндім. Заң жүзінде көмегімді алып жатырмын. Психологиялық көмекті алып жатырмын. Жолдасымнан көп зәбір шеккем. Талай көшеде түнеген күндерім болды бала-шағаммен. Шолаққорған ауылындағы орталық сәуір айында ашылған. Мұнда психолог, заңгер, әлеуметтік қызметкер, кейс менеджер сияқты 10-нан аса маман тұрғындарға қызмет көрсетеді. Олар 5 айда өмірлік қиын жағдайға тап болған 50-ге жуық адамға көмек берген. Одан бөлек осал топтағы азаматтарды әлеуметтік бағдарламаларға тартып, жұмыспен қамтылуына және кәсібін ашуға қол ұшын созады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа төзбеушілік деген қағиданы ұстанып, халықты сауаттандыру бойынша және халықтың ұсыныс пікірлерін назарға алып, бізде арнайы мобильдік группа құрылған, яғни полиция, білім, денсаулық саласынан сол бағыттарда жұмыстар атқарып, мәселелерін дер кезінде шешуге атсалысамыз. Созақ ауданында қазір пробация есебінде тұратын 52 азамат бар. Оларға әлеуметтік психологиялық қолдау жұмыстарын жасаймыз және биыл 3 азамат қайтарымсыз грант алып, кәсіптерін ашып жұмыс жасап жатыр. Орталықта тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандарға 1 айға дейін уақытша тұруға баспана беріледі. Тегін тамақ, жатын орынмен қамтылады. Осы уақыт аралығында құжаттарын рәсімдеуге көмек көрсетіледі. 2 жатын кабинетіміз қарастырылған. Әр кабинетімізде 3 орыннан бар. Ол жер толықтай жарықталған. Ішінде кондиционері бар, шкафтары бар. Сонымен қатар бізде балалардың ойнайтын алаңшамыз бар, артында баркаут. Сонымен қатар асханамыз бар. Біз 1 айға дейін ережемізге сәйкес арнайы мамандармен жұмыс жасап, ол кісілерді татуластырып, немесе басқа жағынан әйтеуір көмек беріп жатырмыз. Бұл орталық уақытша паналау орны ғана емес, жаңа өмірге бастар жолдың бастауы іспетті. Қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылық осындай қамқорлықтан басталады дейді орталық мамандары. Жандос Жұмабек, Қуаныш Әбуов, Ерболат Әбіш, 24 KZ, Түркістан облысы.